Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, табиғи, үй жағдайында жасалынатын сырдың рецептімен бөлсемін. Қазақша айтқанда ірімшіктің рецептімен бөлсемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ дастарханға қойсаңыздар да ұялмайсыздар. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті зат ең алдымен сүт қажет болады. Мен бұл жерде 1250 грамм сүтті қолдандым, яғни 1 литрден аса. Мендегі сүт табиғи сүт. Егерде сіздерде ондай сүт болмаса, дүкеннің 2% сүтін қолдансаңыздар болады. Газге қоямыз, және де бөлек ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып саламыз, және де үстінен 5 ас қасық дүкеннің 20% қаймағын салдым. Дүкеннің осындай 20% қаймағын қолдансаңыздар болады, яғни 5 ас қасық 200 граммдай болады. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Аздаған тұз салыңыздар, жарты шай қасықтың көлемінде, және де тағы толықтай бір келкі масса болғанша вилканың көмегімен араластырып аласыздар. Енді осы сәл ысыған сүттің үстіне құямыз. Сүт қайнап кетпеу керек, кішкене ыстықтау болса болады. Енді осына ақырындап сүтке құямыз, және де газдың астын ең қатты көзіне қоямыз, қаттырақ болып тұру қажет. Кішкене осылай видеодағыдай қайнай бастайды. Бұл кезде газды өшірмейсіздер, бір араластырып жіберіп, жаңағы сары суы шыққанша қайнатасыздар. Бұл жерде әлі сары суы шыққан жоқ. Енді міне қайнап жатыр, ақырындап сары суы да шығып жатыр. Сүттің сары суы шығып, ірімшігі ажырай бастағаннан кейін газдың астын өшіресіздер. Міне видеодағыдай бір осылай бұрқайтып, қайнатып алып, газды өшіресіздер. Енді осы ыстық күйінде бір ыдысымызға осындай марлыны немесе орамалды қолдансаңыздар болады. Торлы орамал болу керек, яғни суы шығу керек. Енді осының үстіне ыстықтай барлығын құясыздар. Абай болыңыздар, ыстық болғандықтан қолдарыңыз күйіп қалмасын. Енді осыны толықтай суынан ажырататын боламыз. Міне видеодағыдай ақырындап матамызды, яғни марлымызды осылай сүзіп аламыз. Енді суын төк тастап, басқа ыдысқа тағы да толықтай қасықтың көмегімен осылай басып суын сорғытып алсаңыздар болады. Сары суын ысырап етіп тастамай, ол сары суға нан илесеңіздер болады, немесе блинчик пісірсеңіздер болады, панкейки жасасаңыздар да болады. Енді толықтай суын сырғытып, осылай сорғытып алдық. Енді бөлек ыдысымызға мен осындай ыдысты қолдандым, кішкентай, және де осыны бұрап, қатты үстіне салқын жаңағы ауыр зат қойып қоясыздар. Мен 1 литрлік суды қойып қойдым. Енді сәл суығаннан кейін холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып, 1 сағатқа қойып қоясыздар. Біздің ірімшік толықтай осылай суып, өзінің формасын ұстайды. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай тоңазытқыштан шығардым. Енді сіздерге қазір кесіп көрсететін боламын. Өте дәмді, әрі өте оңай жасалынады, және де осы ірімшікті, яғни ассортиге, қонақ дастарханға қойсаңыздар болады. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоны аса лайк басып, поделиться бөлімін басып, WhatsApp желісінде группаларға, чаттарға бөлісіп қоюыңызды сұраймын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай оңай әрі жеңіл кесіледі, және де арасы осындай болып шығады. Осы табиғи өнімді міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сонымен қатар каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.